Assalamu alaikum dostlar, қалайсыздар, аман есенсіздер ме достар? Енді бүгін біз Еуропаның ойындарына тоқталатын боламыз. Ал сіздер болса біздің арнамызға тіркеліп, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Енді Еуропаның мысалға Ла Лиганың, Ағылшын Премьер Лигасының, Серияның және Бундеслиганың ойындарына тоқталамыз. Енді сіздер енді барынша өз ойларыңызды әрине комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал енді видеомызды бастайық. Алғашқы әрине Арсенал және Манчестер Сити арасындағы ойындарға тоқталатын болсақ, Арсенал өз алаңында енді Манчестер Ситиді бір қорлап тастады десем де болар. Менің ойымша бұл өте нашар нәтиже Манчестер Сити үшін. Енді ойын басталды, бірінші таймның өзінде де бір Манчестер Сити жақсы өнер көрсете алған жоқ. Арсенал бар күшін көрсетіп жіберді. Бірінші таймның екінші минутының өзінде әрине Эдегердің өзі есепті ашады. Содан кейін әрине Эрлинг Холланд үйтіп есепті теңестіргеннен кейін қатарынан бір 4 гол өткізіп алады. Бірінші голдың өзі де екінші, үшінші, төртінші голдардың барлығы қателікпен кірді. Енді бұл ойында байқап жатсаңыздар, осы Манчестер Ситиге гол салатын болса да, мысалға Арсенал клуб есепті ашады, Манчестер Сити болса шабуылға шығудың орнына бұлар қорғанысқа жатады. Не істеп атсыңдар дейді. 53-ші минутта енді Холланд, 55-ші минутта Холланд гол салады, одан кейін 1 минут өткеннен кейін Томас Парти салады. Не ойын дейінде, сосын Луис Стелли, Хаверц және Нванери деген ойыншы голдар салып тастайды. Енді мен өзім осы үшінші голдан кейін Манчестер Ситиден еш нәрсе күткен жоқпын. Енді бұл ойында ең нашар өнер көрсеткен менің ойымша және барлығының ойынша Стоунс, Аканджи және Нуньес. Гвардиол жақсы өнер көрсете алды. Савиода енді Омар Мармуштың ойында маған ұнады. Енді Кавачта ойынды жүргізгендей болды, бірақ енді осы жерде бір түсінбегенім, осы Бернардо Силваны тірек жартылай қорғаушы опорныйға қойып қойған. Бернардо Силва негізінде оң қанаттың вингер және оң қанаттың жартылай қорғаушысы. Бұл не үшін опорныйда Родридің рөлін атқарып жүр, мен дым түсініп атқан жоқпын. Арсенал клубы негізінде алдыңғы ойында, мысалға алдыңғы ойында осы чемпионат басталғанда Арсенал мен Манчестер Сити тең ойнайды. Бұл жерде енді Манчестер Сити соңғы минуттарда Стоунстың арқасында есепті теңестіріп кеткен. Бұл ойында да енді Арсенал клубы алдыңғы өткен ойында жеңіске жететін еді. Бірақ енді оларды тоқтатқан әрине қызыл қағаз. Қызыл қағаз болғаннан кейін осы Арсенал клубы қорғанысқа жатты, әйтеуір дегенде жеңе алды және сол ойында Родри жарақат алған болды. Родри сол ойыннан бері құрып жүр. Енді қазіргі енді Родри деп айтамыз. Енді мысалға қазіргі уақытта қарайтын болсақ, осы ойыншылар қажет дейді, тірек жартылай қорғаушылар қажет дейді. Мысалға енді тірек жартылай қорғаушылар алып жатқан жоқ. Мысалға Субемен дейді, аламыз деді, оны да алған жоқ. Оның орнында енді шабуылдаушы ойыншыларды алды. Мысалға енді Омар Мармушты алды және қорғаушылар алып тастаған болды. Ол қорғаушылардың бірі Абдукадир Хусанов. Арсенал клубы өзі осы Манчестер Ситиден тегін алды деп айта аламын. Себебі осы екі маусым қатарынан Арсенал клубы чемпион болады. Енді Арсенал соңғы ойындарды ұпай жоғалтқан, ал Манчестер Сити болса соны пайдаланып Ағылшын Премьер Лигасын жеңіп алған. Енді 2 жылдық ызаны қайтара алды деп ойлаймын. Қазіргі уақытта енді Ситидің ойындарын бақылайтын болсаңыздар, Ситиде бір ойынды жүргізетін адам жоқ. Енді алдыңғы маусымдарда осы Гюндаган болды, осы 2-3 маусым бұрын Гюндаган, Кевин Де Брюйне ойынды жүргізетін. Ал енді Гюндаган да осы маусымда жақсы өнер көрсете алмай жатыр және Кевин Де Брюйненің өзінде көбісі айтып жатыр. Енді қартайды деп байқасаңыздар, Кевин Де Брюйнеде бұрынғыдай жылдамдық жоқ және бұрынғыдай пас берулер жоқ. Қазіргі уақытта енді Холландтың өзі, Холландқа тоқталатын болсақ, енді Холланд өзі еш нәрсе істей алмайды. Ол дайынасқа тыққасық енді келіп атқан голдарды ғана салады. Бұл енді өзі апарып, дриблинг жасап, жүгіріп барып алмайды. Енді бұл тұратты дайын келіп атқан допты әшейін кіргізе салатын ойыншы. Бұда енді дриблинг жоқ. Жалпы айтқанда енді қазіргі уақытта Манчестер Ситиде бір ойынды жүргізетін адам жоқ. Кавачичқа тоқталатын болса, Кавачич ол енді негізінде бір тірек жартылай қорғаушы емес, ол жартылай қорғаушы. Он тірек жартылай қорғанысқа тығып жатыр және алдыңғы ойында байқасаңыздар, Бернардо Силва қорғанысқа қайтып жүр. Бернардо Силва негізінде қорғанысқа көмектесетін ойыншы емес, ол негізінде бір қорғаушы, тірек жартылай қорғаушы да бола алмайтын ойыншы. Ол негізінде шабуылдар ұйымдастырып, оң қанатта керемет етіп өнер көрсететін ойыншы. Енді тактика жаман болды ма, өзім түсініп атқан жоқпын бұл ойынды. Бүгінгі видеода айтқан болатынмын, осы чемпиондар лигасында Реал Мадрид пен Манчестер Сити кездесетін болса, Манчестер Ситиде 30% деп. Енді мен осы ойынды көріп, енді ойым өзгергендей болды. 90-ға 10%. 90% енді Реал Мадрид жеңіске жетеді. Мысалға енді олардың қазіргі уақытта Хаверц 9-лықтың рөлін атқарып жатыр. Енді Хаверцтан менің ойымша Килиан Мбаппе әлде қайда мықты. Мысалға Мартинеллидің әрине осы кім еді? Жаңағы
Vinicius Junior да мықты. Енді осы Родриголар мен Trossardтарды салыстыру бұл мүмкін емес. Менің ойымша Реал Мадрид клубы бір жеп тастайды деп ойлаймын. Енді бір 8-9 гол салады деп айта алмаймын. Енді қанша гол болуын білмеймін. Бірақ енді Реал Мадридта жоғары. Енді сіздер айтуыңыз мүмкін. Реал Мадридта жеңіліп жатыр ғой енді Мальоркадан. Мальоркада епін кешірім сұраймын Эспаньолдан. Эспаньолдан Реал Мадрид кеше жеңілген болды. Енді оған да тоқталатын боламыз. Енді бұл ойында Эспаньолдан жеңілуіне төрешілердің өзі қатысы бар деп ойлаймын, және Vinicius Juniorдың мүлдем ойнай алмауы деп ойлаймын. Сол кезде Vinicius нашар өнер көрсетті. Соның арқасында бір Реал Мадридтің жолы болған жоқ, және Реал Мадрид автобусқа қарсы өнер көрсете алмады. Енді қазіргі уақытта енді Реал Мадридті соңғы жағында талқылайтын боламыз. Енді Манчестер Юнайтед туралы сөйлесе кетейік. Манчестер Юнайтед клубы өз алаңында Олд Траффордта Кристал Пэласқа есе жіберді. Енді бұл сөз енді есе жіберді, жеңілді деген сөз бір әшейін сөздер болып қалды. Бұрынғы Манчестер Юнайтед қазір жоқ. Енді кешегі ойынға тоқталатын болсақ, Манчестер Юнайтед 67% допты ұстаған екен, және 82% дәл пастар берген, және 563 пас берген. Енді статистика жағынан осы Кристал Пэласты жеп тастаған. Бірақ енді ойын жоқ. Не айтамыз енді? Гол саламын деп әрекетті жасау жоқ енді. Бәрі мысалға 17 соққы бағыттаған, соның 15-і қисық. 2 дәл соққының өзі менің ойымша қауіпті емес. Енді Манчестер Юнайтед бапкерлер ауысып жатыр. Не істеп жатқанын білмейміз. Мысалға енді олардың мысалға Антони деген ойыншысын Бетисқа жіберді, Решфордты Астон Виллаға жіберді. Ойыншылардан құтылғаннан еш нәрсе болып жатқан жоқ, ешқандай пайда да жоқ. Енді мүмкіндіктер болады, но енді оны дұрыс қолдана алмай жатыр. Кер ауыстырғаннан да еш нәрсе пайда жоқ. Енді ойыншыларды қымбат жақсы ойыншыларды алып жатыр. Оның да ешқандай пайдасы болып жатқан жоқ. Енді басшыларды ауыстыру керек па? Қалай ойлайсыздар? Сол туралы енді өз ойларыңызды комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді Тоттенхэм мен Брентфорд ойынына қысқаша тоқталатын болсақ, Тоттенхэм клубы бұл ойында жеңіске жетті. Енді Брентфорд 29-шы минутта автогол салып алды. Янельттен ойыншысы, сосын Сар деген ойыншы бар. Тоттенхэмді 87-ші минутта гол салды. Сонымен 0-2 есеппен Тоттенхэм клубы жеңіске жетеді. Бұл енді айқын басымдылық Тоттенхэмде жоқ деп айта алмаймын. Сондықтан мен де өзін жақсы көрсете алған жоқ. Енді шабуылдар ұйымдастырады, оның бәрі нәтижесіз болып жатыр, және допқа иелік ету бойынша осы Брентфорд клубы алда болған. Ливерпуль клубы туралы айтатын болсақ, Ливерпуль клубы да алдыңғы ойында 3 ұпайын алып кетті. Әрине бұл ойында жеңіске жетуге себепші болған Мохаммед Салах Борнмутты 0-2 есеппен жеңді. Салахтың дублінің арқасында енді осы Ливерпуль клубы стабильно өнер көрсетіп жатыр. Енді Чемпиондар лигасында да, Ағылшын премьер лигасында да. Енді осы маусымда Ағылшын премьер лигасын осы Ливерпуль алады деп ойлаймын. Осы бір 90% алатын шығар. Енді маусым соңында Арсенал сияқты клуб кетпейтін болса, әрине Ливерпуль клубы алатын шығар. Енді Ливерпульді білеміз, соңғы ойындарда 0-2, 0-1 болса да, әйтеуір дегенде 3 ұпай үшін жан таласып жатыр. Енді бір соғысып атқан сияқты 3 ұпайды жұлып әкетіп жатыр. Ағылшын премьер лигасы туралы сөйлестік. Енді Испания Ла лигасына өтетін болсақ, бұл жерде енді Реал Мадрид клубы Эспаньолдан 1-0 есебімен қаталып қалды. Карло Анчелоттидің командасы енді 3 ұпай ала алған жоқ. Енді бұған себеп әрине төрешілер, және осы Реал Мадридтің Vinicius Junior деген ойыншысы мүлдем жақсы өнер көрсете алған жоқ. Жалпы айтқанда енді доптан да айырылып жүрді. Және бір нәрсеге тоқталатын жер Ромеро 61-ші минутта 62-ші минутта қызыл қағаз алуы тиіс болған. Бірақ төреші оған тек қана сары қағаз береді. Одан кейін осы Ромеро болса, осы гол салған ойыншы болады. Сол қанат қорғаушысы бола тұра Реал Мадридтің ойыншыларын алдап-сұлдап әйтеуір енді қарымта шабуылға шығып бір гол салады. Соңында енді защитаға жатады, автобус қояды. Енді Реал Мадрид болса қолынан еш нәрсе келмей тұрып, енді 3 ұпайдан құр қалады. Реалдың ойынын көрсем енді төреші осы Эспаньолға жақтасқаны көрініп тұрар. Енді бұл жерде енді менің айтатыным, бұл Реал Мадрид бұл клубы, бұл корольдік клуб. Бұл енді Реал Мадридта 15 чемпиондар лигасы бар. Енді бұл мен енді мазақ ретінде айтып отқан жоқпын. Бәрібір енді команда болғаннан кейін соңына дейін күресуі керек болған, және Реал Мадридтің өзі мойындау керек, автобусға қарсы өнер көрсете алмай жатыр. Мысалға Барселонада автобусға қарсы мүлдем өнер көрсете алмайды. Енді Реал Мадридте Барса сияқты автобусға
каршы мөлдем өнер көрсөтүп алып жаткан жок. Жалпы айтканда энди осы кызыл кагазга карамай Реал Мадрид клубу 3-4 гол салып тастабы керек болгон. Мисалга энди Jude Bellingham жор, Rodrigo бар, Vinicius Junior бар, Valverde бар, Mbappe'ler бар. Энди солардын өзү гол салмаса калай жалпы? Мисалга энди осы биринчи тайм биткенден кийин оюнчулар жакшы өнер көрсөтө алмай жатырмы? Косол курамда оюнчу чыгаруу керек. Менин оюмча Carlo Ancelotti, мисалга Brahim Diaz бар, Enric бар, Arda Güler сыяктуу жакшы оюнчулар бар. Мисалга Arda Güler менен осы Enric'тин оюндарын байкайтын болсак, олар соңку минуттарга чыгып, жакшы мисалга Celta'га каршы оюнда да мисалга бул жерде Arda Güler бир голевой пас берди. Ал одан кийин болсо осы Enric дубль жасап Реал Мадридти алга сүйрөгөн болотун. Жалпы айтканда энди осы жерде Carlo Ancelotti бир дурус ауысым жасаган жок. Достар, осы жерде сізге тағы бір нәрсе айта кетейін. Антони Рюдигер білеміз, бұл ойында жарақат алып қалған болатын. Енді бапкердің өзі білген, осы Антони Рюдигердің аяғы ауырып жатқан сол себептен Антони Рюдигер болса аяғын байлап шыққан болатын. Енді менің ойымша бұл кезде осы Анчелоттидің қатесі деп ойлаймын. Анчелотти тұратты, Рюдигер сен шыға сал дей салады. Рюдигер давай мен до конца ойнайын дейді шығып кетеді. Потом тұратты енді Рюдигер жарақат алып қалды. 10 минут өнер көрсетпейме. Енді Рюдигердің осы жарақаты Манчестер Ситиге және Атлетико Мадридқа қарсы ойында шыға алмайды. Енді осы какой-то бір Эспаньолға қарсы ойынға шығарам деп, енді Атлетико мен Манчестер Ситиге қарсы ойынға осы Антони Рюдигер шықпайтын болды. Қалай ойлайсыздар? Осы жерде менің ойымша 100% Карло Анчелоттидің кінәсі. Енді аяғың ауырып тұрма, шықпай қойду керек. Ал енді осы Эспаньолға қарсы ойында шығарам деп, енді екі маңызды ойынға Антони Рюдигер шықпай жатыр. Енді бұл ойында тағы да қателіктер болды. Олар енді Чуамини біраз допты жіберіп қойды ортадан, және жылдамдық деген осы Чуаминиде мүлдем жоқ. Реал Мадрид туралы сөйлестік, енді Барселона туралы сөйлесіп кетейік. Барселона қазіргі уақытта енді Алавеске қарсы ойында 1-0 есеппен кішкентай мини жеңіске жетті десек те болады, және осы 1-0 есептің өзі Реал Мадридқа жақындауға көмектесті деп айта аламын. Жалпы айтқанда енді қазіргі уақытта Реал Мадрид пен Барселонаның арасындағы ұпайлардың саны әрине 4 ұпай, және Барселона жақындай түсті. Бұл ойында енді Барселона клубы автобусға қарсы өнер көрсетті. Енді Барсаны мықты ойнады деп айта аламын. Барселона бірінші таймда мүлдем нашар өнер көрсетті. Барселона сапынан енді шайып жүрген ойыншылардың бірі бұл Рональд Арауха не істеп жүрген өзі білмейді, бір сары қағаз алып алды. Пастарда анық емес, және Рональд Арауханы ауыстырып тастайды 45-ші минутта. Енді 45-ші минуттан кейін Рональд Арауханың орнына Эрик Гарсия шығады. Эрик Гарсия енді отбор мяч допты енді жұлбап алмаса да доппен жақсы жұмыс істейді, және пастарда бере алатын ойыншы. Енді Рональд Арауха пастар дұрыс жеткізе алмайды, бірақ енді бұл отбор мячты жақсы істей алады. Жалпы айтқанда енді бірінші таймда әйтеуір дегенде гол болмады, және 61-ші минутта әйтеуір зорға дегенде Барселона клубының ойыншысы Роберт Левандовски болса гол салады. Бұл енді зорға деп ойлаймын. Бірақ бұл ойында енді керемет өнер көрсеткен, феноменал өнер көрсеткен Ламин Ямалдың ойыны ерекше. Барлығын алдап жүр, 7-8 ойыншыны алдап тұр, Рафиньяға пас шығарады. Не деген керемет ойын деймдер. Рафиньяның ойында керемет, Ямалдың да ойыны өте керемет. Соңғы сапатынан 14-ші минутта Гави жарақат алды, және сары қағаз алды. Баспен соғысышырма олар да бір клуб кетті. Және бұл ойында енді Барселона клубы автобус қоятын командадан 3 ұпай жұлып әкете алды. Енді білеміз, Барселона клубы автобус қоятын командалардан біраз қиналған болатын Ла Лигада, және ұпайларды жоғалтқан болатын. Енді команданың бас бапкері Ханс-Дитер Флик осы автобусға қарсы өнер көрсету тактикасын үйреніп алды ма? Қалай жалпы? Әйтеуір дегенде 1-0 есебін ұстап тұрды. Милан дербиі туралы сөйлесе кетейік, сонымен әрине видеомызды тәмамдаймыз. Енді серияға тоқталатын болса, Милан және Интер арасындағы ойын. Интер мен Милан арасындағы бұл Милан дерби деп аталады. Бұл ойында енді 1-1 есебі тіркеледі. Жалпы айтқанда енді қазіргі уақытта турнирлік кестеде Интер 2-ші орында, ал Милан клуб болса 8-ші орында тұр. Жалпы айтқанда енді бұл ойында Милан клубына қарағанда Интер клубы өте керемет деңгей көрсетті. Рейндерс деген ойыншы әйтеуір енді 45-ші минутта есепті ашады, бірақ ойын жағынан допты ұстау, қаранта шабуылдарға шығу және шабуылдар ұйымдастыру жағынан Интер клубы басым бола алды.
Milanның көшбасшылары туралы сөйлесетін болсақ, Milanның көшбасшылары жақсы өнер көрсете алған жоқ. Рафаэль Леао, Пулишич, Тео Эрнандес сияқты және Рейндерсті айтпай ақ қояйын, енді Рейндерс бір гол салды. Ал енді командаға жаңадан келген Кайл Уокер болса өте керемет деңгей көрсете алды. Бірінші ойынға жаман емес, бірінші таймда жақсы өнер көрсете алмағанымен, екінші таймда өзін көрсете алды. Енді Интердің ойынына тоқталатын болсақ, Интердің ойыншылары барлығы керемет деңгей көрсете алды, және басында қорқып ойнады, одан кейін қорықпай өздерін деңгейін көрсетті. Енді бұл енді осы маусымдағы 3-ші дерби екен. Енді біраз голдар болды, оның бәрі офсайд деп айта аламыз. 2-3 голдың барлығы офсайдқа кетіп қалды. Осы Интер клубының пайдасына дейміз ба, не дейміз? Енді Милан клубының көбінесе офсайдтар құтқарып қалды. Ал достарым, мына тағы да бір ойын бар. Рома және Наполи арасында ойын. Наполи клубы жеңіп тұрады. Рома соңғы минуттарда есепті теңестіріп, жалпы айтқанда енді бұл көшбасшылар бір ұпайдан алды. Мысалға енді Миланда көшбасшы бір ұпай алды. Осы Наполи клубы да бір ұпай алды. Ал достар, біздің жаңалығымыз осы. Енді арнамызға тіркеліп, лайк басып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Енді біз барынша монтаж жасап жатқан жоқпыз, оған қолымыз тимей жатыр. Енді өз ойымызды білдіре кетіп жатырмыз. Енді ұнаса лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар.